Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Кешегі көчин атештің бір көчин осы ламан бұрауын тауығын ауыстырдық. Тауық жақсы, ең кішкене атештер үстінен тапап тастаған ғой. Бәрі жан жақтан талап. Кішкене қорқалақтап тұр жоғарыда. Так, мына біздің тауығымыз жұмыртқа туып жатыр. Енді бұл тауықты негізінде ауыстырған себебіміз өзіміздің подписчигіміз осы Орал қаласында. Ең бірінші біздің ютубқа тіркеліп, ютубтан қарап жүрген өзіміздің көрерменіміз. Екіншіден бізден қыста атеш алған болатын, Адлер атешін. Сол себепті бізге екінші мәрте байланысқа шыққаннан кейін, екінші мәрте сұрағаннан кейін біздер отказ берген жоқпыз, ауыстыруға келістік. Көчин атешін ламан бұрауын тауығына. Ау, міне екінші көчин атеш өзімізде қалатын. Басына австралиялық қалады өзімізде. Так, мына қара атеш скоро кетеді. Мынау біреу, екеу, үш атеш қалып тауыққа ауыстырамыз ғой. Хабарласыңыздар. Өзіміздің подписчиктерге как болған жеңілдігін жасап, ұнаған бағаға береміз ғой. Бізде ондай не жоқ. Қатып қалған қағида жоқ. Осы тауықтар, атеште тауықта бәрі жақсы. Мыналарды сыртқа жайылғаннан кейін шығарып жібердім. Жалпы қораның ішінде бөліп тастаймын. Мына Адлерді, мына төрт атеш бөлек тұрады. Мына көчин мен австралиялық тауықтармен бірге жүреді. Бәрі бірге. Өгершінің бәрі бір қалыпты. Өгершінде сатып отырып, өзіміз келген алып қаламыз да, қалған беретін беріп сатып жібереміз, короче. Осы мына жерге төрт атеш түнде осында тұрады. Кеш қамаған кезде осында қамап тастаймын. Қалғандар осының ішінде жүреді. Әйтпесе ана екі атеш, қалатын екі атеш, олар тауықтарға үйрене беру керек. Тауықтардың қасында жүріп деген сияқты ғой. Болса, короче, тағы жаңалықтар болса айтам ғой, Алла болса. Әзірге жаңалық жоқ осы бізде. Мынау атеш екендерін өздерін істеп жатыр әлі. Мен 3 айдан кеткен атештер ғой. 3 айдан кеткен атештер бағасын беріп жүріңіздер. 4-5 айында бұлар нәм болады ғой.